1 қаңтардан бастап қолданысқа енген атаулы әлеуметтік көмек алатын отбасы балаларына көрсетілетін кепілдік берілген әлеуметтік топтаманы монетизациялау ата-аналарға балалардың жеке қажеттілігіне қарай керекті тауарларды өз бетінше таңдауға мүмкіндік береді. 2020 жылы қаңтар айынан бастап атаулы әлеуметтік көмек алатын отбасылардың 1 жастан 6 жасқа дейінгі балаларына атаулы әлеуметтік көмекке қосымша әлеуметтік қолдау шарасы ретінде азық-түлік пен тұрмыстық химия жиынтығы түрінде кепілдік берілген әлеуметтік топтама ұсынылғаны белгілі. 2022 жылы әлеуметтік көмек алатын отбасының әр мүшесіне, яғни әр балаға төленетін атаулы әлеуметтік көмектің орташа көлемі 6650 теңге болды. Табысы аз отбасы балаларына қосымша ұсынылатын азық-түлік пен тұрмыстық жиынтықтың құны 5174 теңге деңгейінде белгіленді. Бұл ретте кепілдік берілген әлеуметтік топтаманы алушылардан осы топтаманы заттан гөрі ақшалай форматқа ауыстыру туралы ұсыныстар көп болды. Кепілдік берілген әлеуметтік топтаманы алушылардың өтінішін ескере келе, 2020 жылдан бастап кепілдік берілген әлеуметтік топтаманы монетизациялау туралы шешім қабылданды. Монетизация атаулы әлеуметтік көмек алатын әрбір балаға ай сайын 1,5 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде қосымша ақша беріледі. Бұл ата-аналарға балалардың жеке қажеттілігіне қарай қажетті тауарларды өз бетінше таңдауға мүмкіндік береді.